Ассалаумағалейкум достар, біз қасиетті Рамазан айындамыз. Бұл айды көрген кезде біздің ең алғаш істейтін ісіміз бұл ораза ұстау. Өйткені Аллах тағала бізге осы айда ораза ұстауды бұйырды. Демек, ораза ұстау тек осы айда ғана жеңіл өтпек. Өйткені Аллах тағала бізге қиындық қаламайды, жеңілдік қалайды. Сіз де әлі ораза ұстамасаңыз, неше түрлі ұстаумен кейінге қалдырмаңыз. Бүгін бастап кетіңіз. Және бұл ай Құран айы, жақсылықтар еселенген ай, мүмкіндіктерге толы ай. Жақсылықтар жасауда жарысуымыз керек. Біз де бір кішкене жақсы ісімізді істемекшіміз. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, "Ман фаттара саиман кана лаху мислу аджриhi гайра". Яғни, кім ораза ұстау үшін аузын аштырса, ораза ұстағандай сауап алады дейді. Бұны біз қалай істейміз? Бұл ондай қиын емес. Әркім өзінің шамасы келген деңгейде ауыз ашар бере алады. Мысалы, біз мына құрманы алдық, осыны ауыз ашар уақытына таман мешіттің бір жеріне қоямыз. Ораза ұстаушылар аузын ашар деген ниетпен. Ал кеттік, бірге істеп көрейік. Осындай жерлерге, арнайы жерлерге қоясыздар. Міне достар, былай осылай қойып кетеміз. Міне достар, біз ойлағандай ондай қиын іс емес екен. Сіз де шамаңыз келетін жақсылықтарды осы айда көп жасауға тырысыңыз. Өйткені бұл ай сауаптар еселенген ай. Және сіздің кішкентай деп елемеген кейбір жақсы істеріңіз 1000 ай бойы жалғасқан амалдардан болып қалуы мүмкін. Сондықтан жақсылықта жарыса жүрейік. Және бұл ай біздің демалатын айымыз емес, барынша күш-жігерімізді салып, бүкіл мүмкіндіктерді пайдаланып қалуымыз керек. Біз осы ораза айына жеткеніміз үшін шүкірлік етіп, келесі Рамазан айына жетеміз бе, әлде жоқ па? Сондықтан осы ораза айын соңғы Рамазан айымыз болып қалса ше деген қауіпте ең жоғары деңгейде өткізуге тырысуымыз керек. Сіздер де соған атсалысыңыздар. Құрметті достар, сіздерге бұл видео ұнаса және осындай видеоларды ары қарай да көп болуын қаласаңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер және біздің каналға жазыңыздар, лайктарыңызды, комментарий қалдырыңыздар. Ассаламу алейкум.